көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Менің есімім Руслан, BEP компаниясының серіктесімін. Суретте тұрған ол менің тәлімгерім Райхан ханым. Мен сізге осы Райхан ханымның историясын мен бөлісейін. Енді біреулерге біреудің өмірі қызық емес, біреулерге біреудің өмірі қызық, біреулерге өзінің өмірі қызық. Сондықтан да мен айтатын ақпарат мүмкін сізге пайдасы тиер. Тыңдап көріңіз. BEP компаниясы ол америкалық компания. Әлемдік нарықта 2016 жылдан бері жұмысын жасап жатқан компания. Әлемге осы бір өнімді таныстырып, 58 жасушалы өнімді таныстырып, әлемді бір уақытта жаулаған компания. Былай қараған кезде. Енді менің айтайын дегенім, әлеуметтік желіде осы Райхан ханыммен таныстым. 2022 жылы таныстым. Осы компания жайлы ақпараттар сұрадым, және осы өнімдер жайлы ақпараттар сұрадым. Қандай өнім, не өнім, шын ба, өтірік па деген сияқты. Қазіргі уақытта, қазіргі нарықта неше түрлі проекттер шығып жатыр ғой. Барлығын шығарып жатқан сол денсаулыққа қатысты көбінесе. Мана біздікін ішсең денсаулығың күшті болады, андай болады, мындай болады. Бірақ өкінішке орай көбісінің шығарып жатқан өнімдері өте сапасы нашар, және жабылып қалып жатқандар қаншама. Сондықтан да мен сізге осы өнім жайлы, осы Райхан ханымның историясы жайлы мен кішігірім айтып берейін. Райхан ханыммен таныстым, сөйлестім 2022 жылы. Міне қазір 2025 жыл. Мен 2025 жылы осы компанияға серіктес болып тіркелдім. Оның алдында танысып, бүйтіп қарап жүрдім. Арада 3 жыл өтіп кетіпті. Сөйтіп қарап жатсам, Райхан ханымның жаңағы еңбегіне риза болдым. Тоқтамай осы BEP компаниясында жұмысын жасап жатыр, және нәтижесі өте күшті. Сөзі мен ісі сай деп айтсақ та болады. Қазіргі адамдардың көбісінің сөзі мен ісі басқа ғой, сөзі басқа, ісі басқа. Келмейді бір-біріне. Райхан ханымның олай емес екен. Адаммен сөйлескен кезде белгілі болады өзі. Өзінің историясын тыңдаған кезде мен біртүрлі болып қалдым. Өйткені денсаулық десе, денсаулық бірінші байлық деп айтамыз. Бірақ денсаулығымызға қарап отқанымыз шамалы ғой. Бір ауырып қалсақ, врачқа барамыз, аптекаға барып дәрі аламыз, ол химия. Немесе бір компаниялардың БАДын аламыз, ол уақытша ғана. Одан сайын денсаулығымызды нығайтып аламыз, күшейтіп аламыз. Райхан ханым айтады, сол жақта тұрған сурет ауырып жүрген кезі, кәдімгі денсаулығы болмай, кәдімгідей енді 2017 жылдары. Райхан ханым 2017 жылы осы BEP компаниясына келген. Жалпы келуіне себепші болған өзінің айту бойынша, денсаулығы болмай үйде жатқан кезде 2017 жылдары үйіне бір қыз келіп, тәте, енді сіз қаншама химия, дәрі, БАД ішіп жатсыз, сізге пайдасы тимей жатыр. Пайдасы тисе, сіз осылай жылдап жатпайтын едіңіз, қиналмайтын едіңіз. Мен сізге мына капсуланы берейін, хотя бір 5 штугын ал, көр осыны, мүмкін пайдасы тиер. Сол кезде Райхан ханым, жоқ, керек емес, ол өтірік нәрсе, мен ондай БАДтарға сенбеймін, таблеткаларға сенбеймін деген. Көрдіңіз бе, мышление қайда жатыр? Біз сразу бүйтіп ойлаймыз ғой, бәріне бірдей көреміз де бәрін. Бәрі БАД, бәрі химия деп ойлаймыз да. Сосын ол қыз айтқан, бұл ондай БАД емес, химия емес, таблетка емес, бұл жасушалық өнім, бұл капсула. Құрамында макро, микро элементтер бар, адаптогендер бар. Құрамында біз өмірімізде жеп көрмеген витаминдер бар. Осыны ішіп көріңіз деген ғой. Соның өзінде Райхан ханым қарсы болып, керек емес деп жарайды деп бір ауыз сөзін жерге тастамай ішіп бастаған. Алғашқы ішіп бастаған кезде нәтижесін көре бастаған, энергия берген. Бұл сондай өнім кәдімгідей. Енді 5-ақ штук қалғаны. Ол бітіп қалды. Кейін қайттан сол қызбен сөйлесіп 13 штук сатып алған, жалынып. Сонда айтуына қарасам, осы 58 капсуласын ішпей тұрған кезде қаншама БАДилар ішкен екен, қаншама химияларды ішкен екен, қаншама дәрілерді ішкен екен, мынандай үйінде тұр дейді. Маған пайдасы тиген жоқ дейді. Денсаулығы болмаған, зоб болған, сахар болған,
давление болған, грыжа болған, қолы қалтырайтын болған, кәдімгідей жүре алмай қалған ғой айтқан кезде. Не, сол жақта суретті қарасаңыз көрініп тұр ғой. Осы өнімді ішіп бастаған, сөйтіп мына бат дәрілердің бәрін былай ысырап қойып, осы өнімді ішіп 2017 жыл танысып, осы өнімді ішіп бастаған, 2019 жылға дейін ішкен 3 жыл ғой. 3 жылдың ішінде бар жоғы осы өніммен өзінің денсаулығында проблемасының барлығын шешкен ғой айтқан кезде. Сахарный диабеті кеткен, давлениесі кеткен, зобы кеткен, грыжа болған, грыжасы кеткен, қолы қалтырайтын болған, былай кәдімгідей өзі айтады, ол да кеткен, көзінің зрениесі нашар болған, көзді көруі күшті болған. В общем, ойлаңыз, қаншама ауруынан осы жай ғана бір капсуламен ақ жазылып шыққан. Қазіргі таңда бұл Райхан ханым осы BEP компаниясының топ көшбасшысы. Бизнес вумен деп айтады ғой, бизнес леди деп айтады ғой. Тауып отқан табысын сіз естісеңіз, сіз сенбейсіз бірақ. Сөйтіп 2019 жылға дейін ішкен жай ғана клиент болған ғой енді. Маған бизнесі керек емес, ақшасы керек емес, маған тек денсаулық деп. Сөйтіп осымен денсаулығын бәрін реттеп болғаннан кейін 2019 жылы Алматыға келіп, осы компания жайлы ақпараттар тыңдап, сұрағының жауабын алып, маркетинг планын тыңдап, бизнесін қолға алған ғой. Енді мына компанияның, осы компания арқылы енді мен денсаулығымнан жазылдым ғой дейді да, денсаулығымды осы компаниядан алып жатырмын еще өнімді. Енді мен бұл компанияға мен де бір пайдам тию керек қой. Мен де компанияға бірдеме беруім керек қой деп маркетинг планын қолға алған. Сөйтіп, қазіргі таңда өзінен бөлек командасында қаншама әріптестерге себепші болып жатыр. Денсаулығының жақсы болуына, қаржы жағынан, табыс жағынан, ол жағынан да жақсы болуына себепші болып жатыр. Жан жақты бұл айтқан кезде. Біз айтамыз, бірінші байлық денсаулық дейміз. Ең үлкен 3 проблема бар. Бірінші денсаулық, екінші ақша, үшінші отбасылық өмір. Ең проблема ғой, дұрыс па? Ең үлкен проблема ол денсаулық. Денсаулығың кетсе, асқынып кетсе, сіздің миллиондаған ақшаңыз денсаулығыңызды құтқара алмайды. Ал денсаулығың болса, онда керемет ол. Қалған проблеманы шешуге болады. Сондықтан да кішігірім историясы осындай. Өзім таң қалдым. Ал менен естіп отқан история ол 1%. Осы Райхан ханым сияқты қаншама әріптестеріміз емі жоқ неше түрлі аурулардан жазылып жатқандар бар. Онкологиядан жазылып жатқандар бар. Мен таң қаламын кәдімгідей. Ал кейбір адамдар бар, телефонның ар жағында отырып алады, ой, оның бәрі өтірік, мұның бәрі әшейін бос сөз, дым пайдасы жоқ бұл. Бұл өтірік деп айтады. Оны айтып отқандар, олар хейтерлар, немесе басқа компанияның конкуренттері. Сөйтіп айтады да, көре алмайды. Адам көре алмағаннан кейін сөйтіп айтады. Сондықтан да әркімнің сөзіне сене берудің қажеті жоқ. Өзімен сөйлессеңіз де болады, сөйлестіре аламын. Егер хабарласып жатсаңыз, өзімен де танысасыз. Бізде зум болып тұрады, қазақша, орысша. Сол кезде өзінің аузынан да естисіз өзінің историясын. Қазіргі уақытта тауып отқан табысын қазір көрсетейін, шет жағасын. Міне, оның апталық табысының бір түрі $2087 табыс тапқанда, өткенде маған көрсеткен кезде мен шок болдым бір жағынан ше. Неужели осындай табыс табуға бола ма деп. Қазіргі таңда ол $1,120,000 теңге. Ал сол ақшаны үйде отырып, осылай онлайн тауып жатыр. Ал мен сізге бір ғана историяны айтып отырмын. Ал қаншама әріптестеріміз бар осындай табыс тауып отқан, бұдан да жоғары табыс тауып отқандар бар. Екінші проблема бізде ақша жағынан. Дұрыс қой. Сол ақша үшін біз істемеген нәрсені, істемейтін нәрсені істеп жатырмыз ғой, былай айтқан кезде. Таңертең жұмысқа барамыз, кешке келеміз. Айына алатын ақша, қазір зарплатасы, көбісінің зарплатасы бір 200,000, 300,000, дұрыс па? 100,000 теңгеге істеп жатқандар бар ай сайын. Бірақ өмір бойы жұмыс істеп жатыр да, өзгеріс жоқ. Бастарында кредит, қарыз. Сіз бір ай бойы жұмыс жасайсыз, айдың аяғында айлық алған кезде, ол айлығыңыздың жартысы кредитке төлеуге кетеді, жартысы сіздің квартираңа кетеді, жартысы
продуктіге кетеді, сонымен ақша ауыспайды. Сөйтіп от зарплата до зарплата, айлықтан айлыққа, кредиттен кредитке, қарыздан қарызға солай өмір сүре бересіз да, өмір өзгермейді. Сондықтан да мен сізге айтарым, сіз де бір қиналып жүрген жанның бірі болсаңыз, денсаулықтан болсын, ақшадан болсын, осы BEPEC компаниясына келіңіз, менің командама қосылыңыз, толық ақпаратты аласыз, қосымша табыс табуға болады. Жаңа айттым ғой, Райхан ханымда денсаулық болмаған, және ақша да болмаған ғой. Енді денсаулығы жоқ адамда ақша қайдан болады? Денсаулығын реттеп алды, осы компанияның өнімдерін ішіп міне қолданып, қазір міне маркетинг планын қолданып, осындай табыс тауып жатыр. Себепші болып жатыр қаншама адамдарға, қаншама адамдардың денсаулығының жақсаруына, қаншама адамның қаржы жағынан. Көрдіңіз бе? Осындай табысты сіз де тапқыңыз келеді, табуға болады. Ойлаңызшы, $2000 деген қазір уақытта 1 миллионнан жоғары. Сондықтан да мен сізді осындай бай компанияға, жомарт маркетинг планға сізді шақырамын. Мен айтып отқан компания бұл пирамида емес. Пирамидада товар жоқ. Ал мына жерде товар бар. Мен сізге көрсеткен өнім бірақ бір ғана өнім. Ал сіз білмейтін қаншама өнім бар. Оның біреуі fuel taps деп айтылады. Машинасы барларға керекті өнім. Яғни бензин, солярка экономдайтын өнім. Машинаның моторына жақсы, тазалайды. Яғни ақшаңызды экономдайсыз деген сөз. Осындай өнім бар. Одан бөлек суға қатысты осындай өнім бар. Фильтр деп айтады ғой, кішкентай. Суды тірілтеді және емдейді, айтқан кезде. Осындай. Және одан бөлек кофе жақсы көретін болсаңыз, компанияның шығарып жатқан осындай Epic Slim деген кофесі бар. Бұл жай кофе емес, бұл табиғи кофе, пайдалы кофе. Құрамында коллаген бар, кардицепс, берберин бар, арыстан жалы бар. Міне. Көшеден кофе ішіп жатқандарды көреміз ғой. Аттары бар өзі. Капучино, американо, латте деп айтады ғой. Оның пайдасы да жоқ, зияны да жоқ деп айтады ғой. Міне. Ақыр кофе ішіп жүрген болсаңыз, міне осы кофені ішсеңіз болады. Өте полезный кофе. Өйткені құрамында коллаген бар. Коллагенді білесіз не екен, неге көмектесетін? Шаш, тырнақ, буындарға және мына кожа, теріміздің жасаруына, яғни қартаюды алдын алады деген сөз. Бір кофенің өзі. Ал мына мен айтып отқан жаңағы 58 жасушалық капсуласының құрамын айтатын болсам, енді составқа өте бай. Сондықтан да қараңыз. Міне әлемдік нарықта 2016 жылдан бері жұмысын жасап жатыр. Өзіңіз қараңыз. Осы өніммен, осы бір өніммен бір уақытта 100-ден астам мемлекетті жаулаған бір өніммен. Мен бұндай компанияны көрген жоқпын. Бір өніммен әлемді жаулаған компанияны көрген жоқпын. Қазіргі шығып жатқан проектілерді қарап отырсақ, Қазақстаннан артық шыға алмайды. Азия әрі кетсе, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Россия болды, әрі қарай әлемге шыға алмайды. Сосын жабылады. Ал мына жерде 100-ден астам мемлекет жұмыс істеп жатыр. Өйткені неге? Компанияның өзінің арнайы фабрикасы бар, яғни заводы бар, осы өнімді шығаратын. Одан бөлек өздерінің ғалымдары бар, ученыйлары бар. Мысалы, мына 58 жасушалық капсуласын ойлап тапқан ғалымы бар өзінің. Осыны видеоларда бар, көрсеңіз болады. Әр өнімнің өзінің ғалымдары бар. Ол ғалымдары зумға шығып тұрады. Кәдімгідей танысып сөйлесе аласыз. Мен қаншама компанияларда болдым өз басым. Тауарларын мақтайды, күшті, керемет дейді, бірақ товарын кім шығарды, ғалымдар кім, ондай нәрсені айтпайды, көрсетпейді да. Өйткені көп компаниялар өнімдерді басқа бір заводтармен, басқа немен делдал болады да, сөйтіп көрсете алмайды ештеңені. Сосын олар жабылады делдал болғаннан кейін. Ал компанияның өзінің фабрикасы, заводы бар. Америка елінде Юта штатында орналасқан заводы. Мен сізді осындай мощный компанияға шақырамын. Ақыры сіз желілік маркетингте жүрген болсаңыз, ізденісте жүрген жан болсаңыз, мен сізді осы компанияға шақырамын. Бірге жасайық, бірге өсеміз, командаға қосылсаңыз, көп нәрсені үйренесіз, көп нәрсеге көзіңіз ашылады. Шаршаған шығарсыз, ана компания, мына компания, ана проектте секіріп, ақшаңызды салып,
адамдар шақырып әр проектіге шаршаған шығарсыз. Ойлану керек және ояну керек. Бір компаниямен айналысқан дұрыс қой. Дұрыс компаниямен фокусты бөліп. Қаншама адамдарды білем, жан-жақта жүр мысалға. Біресе ана проекті сөйтіп кіріп отқан проекттер жабылып қалып жатыр, маркетингті өзгертіп тастап жатыр. Өтірік болып шығып жатыр ғой, қарап отырсақ. Ал уақыт кетіп жатыр ғой, қаншама уақыт. Сондықтан да уақытыңызды бос жібермеңіз. Енді қараңыз, мына 58 жасушалық капсуланың құрамында не бар? Қандай ауруларға пайдасы бар десеңіз, міне қарасаңыз суретте жазылып тұр. Құрамы енді макро, микро элементтерге бай, адаптогендер бар. Өмірімізде жеп көрмеген витаминдердің барлығы бар. Бұл айтқанда тамақ қой, мына біреуін ішесіз таңертең. Целый ден тамақ ішпесеңіз де болады, кәдімгідей қарныңыз тоқ болып жүреді, және бұл да жасаруды алдын алады, қартаюды алдын алады. Бұл айтқан кезде қартаюды. Қартаймай жап-жас болып жүргенге не жетсін осылай, жап-жас бол. Керемет қой. Бұл сондай чудо өнімнің бірі. Мына жерде қарасаңыз қаншама аурулар түрі бар ғой, енді неше түрлі. Аты жаман, инсульт, витилиго, гайморит, зрение, инфаркт, көп қой не. Аллергия, сахарный диабет, онкология. Онкологияның ішіне кіреді, жаңа рак деген сияқты емі жоқ аурулар ғой солар. Одан да жазып отқан әріптестеріміз бар. Жоқ емес. Не дейді тағы? Опухол мозга дейді. Бауыр, бүйрек, туберкулез, міне. Менингит, бруцеллез, простатит, міне. Давление. Не дейді? Миома, головный бол, яғни бастың несі, астма, киста, стресс, ангина, депрессия, геморрой, хронический усталость дейді, бронхит, гепатит, ЖКТ, язва желудка дейді, остеохондроз, грижа, псориаз. Осындай неше түрлі, былай айтқанда, қысқа сөзбен айтқанда 700 ауруды алдын алады. 700 ауруды алдын алатын өнім. Бұл барлығымызға керек. Ауыратын адамдарға да, ауырмайтын адамдарға да, спортсмендерге де. Өйткені бұл жасушалық өнім. Космонавттардың қолданатын өнім деп айтады ғой, космонавттар. Космонавттар тамақ істеп отпайды ғой. Вот, осындай ішіп алады да жүре береді. Көрдіңіз бе? Ал космонавтқа мықты адамдар алады, денсаулығы мықты. Сондықтан да біз анау-мынау емес, мықты осындай өнімді ішеміз. BP компаниясынан. Америкалық компания, Made USA деп жазып тұрады артында. Осындай өнім бір пачкасында 33 штук болады. Яғни бір айға жетеді сізге, бір айға. Егер сіздің давлениеңіз, сахарыңыз бар болса, егер сондай бар болса, сіз мына өнімді бір капсуладан емес, бір капсула ортасына бөліп, 2-3-ке бөліп бастаған дұрыс басында. Өйткені бұл басында обострение береді, кішкене денсаулығыңыз қозғап кішкене не болады. Егер сіздің сахарыңыз, давлениеңіз бар болса, сіз бір капсуланы 3-ке бөліп, 4-ке бөліп, солай бастап ішкен дұрыс басында. Үйретіп алу үшін кішкене. Содан кейін жайлап жартысына көшесіз, содан кейін бүтіндей таңертең ішесіз, және көбірек су ішкен дұрыс. Су, обязательно су. Сол кезде кәдімгідей көмектеседі. Энергияңыз күшті болады, және шаршамайсыз ғой, жұмыста да былай шаршамайсыз. Енді маған сенбейсіз, мүмкін сенбейсіз, бірақ алып ішіп көргеннен кейін сол кезде маған рахметіңізді айтасыз ғой, айтқан кезде. Енді мен жаңа жоғарыда айттым, су ішу керек деп ше. Су міндетті түрде. Мен сізге айтайын, компанияда осындай өнім бар. Міне жаңа көрсеттім ғой. Хайдрит 8 деген өнім. Бұл коралловый су деп айтады. Бұл айтқан кезде. Бұл жай не емес бұл. Біздің сөзбен айтқанда фильтр ғой. Мынау. Бір пачкасында 15 штук болады. Бір штугі 4 литрге арналған суға. Бұл суға құйып жібересіз. Ол не істейді? Бұл суды тірілтеді. Ана таудың суын ішеміз ғой. Тірі су ғой, айтқан кезде. Сол су сияқты қалады ғой. Қазір біз ана магазиннен алып отқан су өлі су айтқан кезде. Вот міне. Соған қосып жібересіз, бітті. Құрамында 70-тен астам минералы бар. Құрамында 70-тен астам. Денсаулыққа өте полезный, бұл емдейтін нәрсе бұл айтқан. Емдейтін коралловый су айтқан кезде, емдейтін су. Жаңағы мына капсуланы алғаннан кейін осыны алып алсаңыз, қосып бірге суға қосып ішетін болсаңыз, сізде нәтиже мынандай болады ғой. Мына жерде жазылып тұр, құрамында не бар, барлығы. Неге пайдасы бар деген сияқты. Міне.
аш деңгейін көтереді, былай айтқан кезде судың аш деңгейін. Яғни сіздің суға саласыз ғой 4 литр су, соған бір несін салып жібересіз, мына ішінде 15 штук болады, бір штугі 4 литрге саласыз, сіздің суды тірілтеді және суға бір дәм береді, былай айтқан кезде пайдалы, былай айтқан кезде. Көп адамдар үйіне фильтр қойып жатады, мысалы 500 мыңға 1 миллионға алып, оның пайдасы шамалы, өйткені ол тек қана суды тазалайды болды. Ал мынау суды тазалағаннан бөлек бұл пайдалы, суға дәм береді, кәдімгі таудың суы сияқты қылып, және құрамында 70-тен астам нелер бар, жаңағы минералдар бар, бұл айтқан кезде құрамында. Оның ішінде не бар, мына жерде жазылып тұр, мына жерде құрамында кальций, тағы не көп өнімдер бар құрамында ше. Міне орысша түсінсеңіз, осыны оқысаңыз болады, қандай пайдасы бар екен. Міне құрамы жазылып тұр, мына жерде натрий, кальций, кастормай дейді, магний дейді мысалға, гумин қышқылдары, антиоксиданттық және ас қорыту жүйесінің саулығын қолдайды. Темір, калий дегендер бар, мысалға қарап отырсаңыз. Осындай өте керекті өнім мынау. Сондықтан да айтарым осы, су қаншалықты маңызды, міне қарасаңыз, біздің денсаулығымызға су өте керек. Міне қанға 85% су, миға 75% су, сүйек 24% су, өкпе 90% су, теріге 80% су, ет 75% су, тұтас ағза 60% су. Ойлаңыз енді. Сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Енді денсаулық деп жаңағы көрінген проектінің баттарын шеберген дұрыс емес. Аптекадағы жаңағы таблеткаларды, дәрілерді шебергенде дұрыс емес. Көрдіңіз ба? Қайда шеберген. Бізге витаминдер керек, витаминдер. Бізге витаминдер жетіспегеннен кейін біз неше түрлі ауруға жолығамыз да. Мынау клеточный питание, жасушалық өнім. Әрбір клеткамызбен жұмыс жасайды, әрбір клетканың барлығы. Көбіміздің клеткамыз өліп қалған, өйткені біз витамин ештеңе ішпейміз. Біз витаминді тойда, сондай кезде ішеміз. Ал негізі біз күнде ішуіміз керек, міне, су ішкен сияқты. Ал сол витаминнің барлығы осының құрамында тұр ғой, мына. Неше түрлі витаминнің барлығы бір капсуланың құрамында тұр. Көрдіңіз бе? Бір-ақ капсуланың құрамында. Америкалық таза өнім, табиғи өнім бұл. Ешқандай гмо емес. Және денсаулықтан бөлек машинаңыздың денсаулығын ойласаңыз, машинаңызда мынандай fuel tabs деген өнім бар. Бір пачкасында 5 таблетка бар. Бір таблеткасы 100 литрге. 100 литр бензин құятын кезде мына таблетка өзі кішкентай болады, дөңгелек. Салып жібересіз бакке. Әрі қарай өз жұмысын жасайды. Яғни сіздің бензин сәлеркіңізді экономдайды. 20, 30, 40, 50%-ға дейін. Және моторыңызды тазалайды, және түтін аш шығуына көмек етеді. Түтіннің аш шығуына көмек етеді деген сөз, сіз экологияға пайдаңыз тиеді деген сөз, экологияға. Сондықтан да осындай өнім бар. Толық ақпарат алғыңыз келсе, төменге нөмір қалдырам. Тіркеліп қойыңыз, подписать етіп қойыңыз. Кейін тағы видеолар шығарған кезде сіз бірінші болып көретін боласыз. Төменге қарай комментарияға өзіңіздің керемет тілектеріңізді жазып қойыңыз, өз ойыңызды жазып қойыңыз, номеріңізді қалдырсаңыз да болады, немесе хабарлассаңыз да болады. Мен сізге бір ғана өнім жайлы айттым, бір историямен бөлістім. Мүмкін мен айтқан история сіздің басыңызда бар шығар. Бірінші байлық денсаулық қанша дегенмен. Ауыр еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Сондықтан да неше түрлі проектілер шығып жатыр, БАДи, анау мынау. Олар ондай нәрсеге сенудің қажеті жоқ. Міне, бұл клеточный питание. Бұл жасушалық өнім. БАДи емес, химия емес. Бұл осындай өнім. Мүмкін осы өнім сізге керек болар. Сондықтан да көріңіз, қараңыз, хабарласыңыз, пайдасын берсін, ісіңізге сәттілік.